Менің асханам артық личный заттар жоқ, қарапайым болса да өзіме ұнайды. Азанға самсаларын дайындап қойдым, қамырын илеп. Содан кейін түннің ортасында блинчик жегім келді, қарным ашты. Содан кейін апыр-топыр жасап тастайын дедім. Негізі құрамы ондай қиындығы жоқ, ютубта да тұр ғой. Мен негізі қымбаттау тап алғам, сондықтан күнделікті кейде жиі блинчик жасауға тырысамын. Жабыспайтын болғасын тіпті жақсы ғой, әйтпесе алдындары қатты жабысып нервыма тиетін тұғын. Сонымен жоқтан бар жасақ деп бар заттардан жасап жатырмын. Айтпақшы, мен TikTok курс оқытамын, арзан бағада монетизация аккаунт қосып берем. От үйді 0-ден бастап үйретемін. Егер қызықтырса, маған жеке жазыңыздар. Осылайынан барлығын жасап болдым да. Как раз үйде сметан бар екен. Сол сметанды жағып, шайды қойып, ішіп алдық. Ал ас болсын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырайық. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Всем давайте, пока-пока.